Pinduoduo'ға регистрация жасайтын боламыз. App Store'дан немесе Play Market'тен жүктеп аламыз. Сөйтеміз де кіреміз. Кіргеннен кейін көк батырманы басамыз. Жасыл батырма ол веб-чатпен кіреміз ба деген сұрақ. Бірінші телефон арқылы кіру дегенді таңдаймыз. Одан кейін ары қарай Қазақстан кодын таңдаймыз, яғни +7 777 деген сияқты. Мына Е әрпінде тұр. Немесе ана жерден өзгертсеңіздер болады. Өздеріңіздің телефон нөмірлерін теріп жазасыздар. Одан кейін сіздерге SMS хабарлама келеді. SMS хабарламаларыңызды күтесіздер. SMS хабарлама келмеген жағдайда бірнеше рет запрос тастауға болады. SMS хабарламаны мына ұяшықтарға енгізесіздер. Сіздер Pinduoduo'ға сәтті тіркелдіңіздер. Біз бүгін Pinduoduo сайтына каргомызды енгізетін боламыз. Ол үшін каргоға кіреміз. Енді регистрация жасаймыз. Регистрация деген кнопканы басамыз. Сөйтіп келесі бетке өтеміз. Енді өзіңіз жайлы мағлұматтарды енгізесіз. Атыңызды, электронды адресті және пароліңізді жазасыз. Пароліңізді ұмытып қалмас үшін өзіңізге бір жерге жазып алыңыз. Парольді жазғаннан кейін регистрация батырмасын басамыз. Біз міне сәтті тіркелдік. Енді біз адрес доставки енгізетін боламыз. Ол үшін жоғарыдағы 3 сызықты басамыз. Одан кейін настройкидің астындағы адрес доставкиді енгізетін боламыз. Бұл жаққа мемлекетіңізді, фамилия, имя, қай қала, адресіңізді, барлық мағлұматты толық енгізесіз. Индекс пен другой ID дегенге мына видеода көрсетілгендей знактарды қоясыз. Оны яғни толтырмай кете беруге болады деген сөз. Барлығын толықтай толтырғаннан кейін сохранить батырмасын басамыз. Басты бетке өткеннен кейін енді екінші метод доставки толтырамыз. Жаңағы 3 сызыққа басып, настройкидің астындағы, яғни метод доставки деген батырманы басамыз. Әркім өзінің қаласын таңдайды. Мына жақта Қазақстанның барлық қалалары бар. Мен Тараздан болғаннан кейін мен Тараз Фура Нұрғали дегенді бастым. Сохранить батырмасын басамыз. Бізге Таразға тек қана бірақ Фура келеді, ол жаңағы Нұрғали. Басты бетке өттік. Доставка обновлена деді. Енді мына әркім өзінің номерін жазып алуы керек. Яғни ең бірінші тұр ғой. 322-49 деген ол менің жеке ID номерім. Бұны сохранить етіп алдым өзіме. Бұны қазір біз Pinduoduo'ға енгіземіз. Pinduoduo сайтына кіреміз. Өзіміздің ең соңғы тұрған домалақ неге кіргенде өзіміздің страницама кіретін боламыз. Осы жерде мен 8-ші тұрған автобустың жөніндегі местоположениенің суретіне басамыз. Жаңа плюсикке басып өтеміз. Енді бұл жердегі мағлұматтардың бәрін өшіріп, маған каргоның берген адрестерін енгізетін боламыз. 4-ші строкаға өтеміз. WhatsApp'тағы мына жазуларды көшіріп, копировать етіп, ставить етеміз. Ставить еткен кезде осы сөздердің астына бас әріппен К әріпін жазып, өздеріңіздің ID-ларыңыз жазатын боласыздар. Бұл сіздердің адрестарыңыз и ID қай нөмірлі заказ екені. Одан кейін келесі нені енгіземіз міне. Мен жазым, көріп тұрсыздар экраннан. Ең бірінші жолға енді біз өзіміздің ID-мізді жазамыз. Жаңағы каргоның несінен копировать етіп аламыз міне. 322-49 Тараз Мампаева деп. Немесе фамилияңыз сыймайған жағдайда өзіңіздің фамилияңызды өшіріп тастап, тек қана ID мен өзіңіздің қалаңызды ғана жазуға болады. Келесі өзіңіздің сотовый номеріңізді өшіріп, Қытайдың номерін жазасыз. Оны да WhatsApp'тағы неден ссылкадан аламыз. Қытайдың нөмірі бұл. Және бұны вставить еткеннен кейін біз Қытайдағы адресті енгізетін боламыз. Ең бірінші мына иероглифтер жаттап алсаңыздар, заттарыңыз тура келеді. Мына Г-дан басталған екіншіден біріншісі, үшіншіден бірінші қаланы таңдайсыздар және сохранитті басқаннан кейін сіз сәтті тіркелдіңіз дейді. Дәл осылай Қытайдан заттар алдыруларыңызға болады. Міне сәтті тіркелдіңіз, ары қарай заказ бере берсеңіздер болады.
Міне біз бастапқы бетте тұрмыз. Бұнда Pinduoduo'ның бірінші беті. Сіз неге қызығып қарайсыз, соны бастапқы бетке қояды. Не көрдіңіз, не қызық, солардың бәрі интересныйға шығып тұрғандағы бұл товарлар. Жоғарғы жағына қарасаңыздар, фотоаппараттың суреті тұр, соған басып кіресіздер. Кіргеннен кейін астында сіздің галереяңызда тұрған суреттердің барлығы шығады. Сол жақтан қандай товар керек, соны енгізсеңіз, сол товарды сізге тауып береді. Әртүрлі бағада, әртүрлі магазиндерден сізге әртүрлі бағамен көрсететін болады. Мына жерде көрсетіп тұрған бұл окончательный бағасы емес. Қазір алдағы уақытта мен сізге толық көрсететін боламын. Осы жерден өздеріңізге қандай түрі керек, сол бойынша таңдап аласыздар. Енді міне жоғарыда қытайша жазулар тұр, сол бойынша келесі бетке өтсеңіздер, міне детский киімдер тұр, жоғары жағында по категориям тұр, соларды басып көрсеңіздер де болады. Міне келесі бетте женский киімдер, мужской киімдер, аяқ киім, бижутерия, шапка, орамал, перде, люстра. Не керек, барлығын табасыз. Сухофрукты бар, конфеттер бар, неше түрлі боятын заттар бар, химиялар бар, шампуньдер бар. МВ-дің продукциясына дейін бар. Мына барлығын ақтарып көрсеңіздер болады. Астында 11-11 деп тұрған, ол Қытайда 11 ноябрьде не болады? Акция болады. Мына қазақша мына күрпешелер түрлі-түрлі бар. Мына жерде қалай магазинге кіріп, оның заттарын қалай көрсету керектігін көруге болатындығы жөнінде көрсеткенмін. Енді бір затқа кіріп, оны таңдап, қалай заказ беру керек екенін көрейік. Міне мұнда конфеттер, чипсылар түрлі-түрлі. Ұялы телефондар не керек, барлығын таба аласыздар және өте арзан бағаға ала аласыздар. Енді бір затқа заказ беріп көрейік. Міне бізде хит товарлар мына көрсетіліп тұрған. Инстаграмнан немесе басқа да желілерден өзіңізге ұнайтын товарды алып, сурет бойынша іздесеңіздер болады, жаңағы мен көрсеткендей. Сол бойынша кез келген товарды таба аласыздар. Кез келген товар болады, немесе ұқсайтын варианттарын көрсетеді. Енді мына жерден бір товар таңдаймыз. Сол товарға кіреміз, үстін басып. Бағасы міне портмонеге кіреміз, 2,89 деп тұр. Бұл баға өзінің нақты бағасы емес. Енді астына қарай түсе берсеңіз, бұны бізге детально көрсетеді. Жақыннан қандай размері, қандай барлық қытайша жазылып тұр. Бұны переводтау үшін Google переводчик жазып алып, суретке түсіріп, сурет арқылы переводтасаңыз да болады. Енді осыны қызылды басамыз, таңдаймыз. Мұны осы жерден цветін, размерін бәрін таңдауға болады. Астында қызыл кнопка 5,8 нақты бағасы, біздің алатын бағамыз 5,97 деп тұр. Енді виза деген таңдаймыз. Менде бұл жерде визам тіркеліп тұр. Енді сіздерге визаны қалай тіркеу керек екендігі жөнінде көрсетемін. Сіздерге мысалға баға осылай шыққаннан кейін қызыл кнопканы басасыздар. Қызылды басқаннан кейін мына жақта Қытайдың өзінің банктері тұр. Бұл жерден виза деген таңдаймыз. Мына аяқ киім таңдалды. Осыдан кейін барлық Қытайдың банктерін баспайсыз. Ең соңғы виза деген сөзі ағылшынша тұрады. Соны ғана таңдаймыз. Міне видеода көрсетілгендей таңдағаннан кейін карточкамыздың суретін түсіруге де болады. Қазір экранда көрсетіледі. Суретін түсіріп, солай жасауға да болады, немесе қолмен карточканың сыртындағы нөмірлерін теруге де болады. Енді мұнда екінші вариант көрсетілген. Міне карточка номерін енгіземіз. Карточка номерін енгізгеннен кейін қызыл батырманы басамыз. Қызыл батырмадан кейін сіздерге не ашылады? Карточканың сыртындағы өзіңіздің аты жөніңіз қалай жазылып тұр? Дәл солай ағылшынша вариантпен бірінші жолға өзіңіздің аты жөніңіз жазасыз. Карточканың сыртындағыдай дәл. Екінші жолға сіз карточканың мерзімін жазасыз. Карточканың сыртында жазылып тұрады ғой, мынаншаншы жылға дейін, мынаншаншы айда ауыстыру керек деп. Дәл соны екінші жолға жазасыздар.
Және үшінші жол, карточканың артындағы номер. Ол әркімде әртүрлі болады, және оны ешкімге айтуға болмайды. Мен сондықтан мұнда жасырып қойғанмын. Соны осы жерге жазасыздар. Енді мына ұяшықтарға заказ берген уақытта быстрый код, яғни телефонды қосқанда бізде код болады, сол сияқты 6 нөмірлі код жазасыздар, сөздерге қызыл кнопканы басасыздар. Одан кейін сатып алынғаннан кейін сіздерге Каспиге сообщение келуі де мүмкін, келмеуі де мүмкін. Бұл жерде келіп тұр, сол сообщениені астындағы жаңағы ұяшықтарға тоже жазасыздар. Міне видеода көрсетіліп тұр. Алған товарларыңыздың барлығы Каспи Голдтан шешіліп тұрады юань арқылы, Қытайдың өзінің теңгесімен, бірақ сізден сол қазіргі курс бағамымен сізден ақшаны шешіп алып отырады. Енді мен сіздерге заказ беріп болғаннан кейін трек номерін каргоға енгізуді көрсететін боламын. Ең соңғы өзіміздің страницамызға кіреміз. Сол жерде 14 нәрсе заказ бергенмін. Соған кіріп, сол жерде керек затыңызға кіресіз. Керек затыңыздың үстін басқаннан кейін ішінде жоғарыда жасыл жазу тұр. Машинаның суретімен жасыл жазу тұр. Соған кіресіз. Сол кезде астында міне GT 515 деген тұр ғой, соның жайында 4 бұрышты Қытайдың жазу тұр. Соны басқанда сол копировать етіліп алынады. Содан кейін сіз каргоға кіріп, каргоға кіргеннен кейін 3 сызықшаны басқанда добавить трек деп тұр. Сол тректі басасыз, сол кезде жаңағы трек номерді енгізесіз, описание сіз не алдыңыз. Жаңағы мен жерде басқа заттың несін енгізіп отырмын, трек номерін. Женская шапка, сізге де оған да түсінікті болу үшін сөйтіп енгізесіз. Мұнда сіздің Қытайдан отправили, уже Қытайдан кетті, жіберілген товарлар. В ожидании деп тұр. В ожидании Қытайда күтіліп тұр, әлі келмеген бұл товарлар. Жаңағы отправилиді түсіндірдім. Бұған қайттан изменение жасауға болмайды. Ол дәл осылай тұрады. Келгенде, Қазақстанға келгенде сканировать етіліп, получили, завершено деп өзі өзгереді. Енді біз наши цены деп тұр. Соған кірсеңіз, каргоның бағасы жайлы бәрі толық түсіндірілген, жазылған. Және адрес қалай енгізілу керек барлығы бар, барлығын оқып қарасаңыздар болады. Менің видеом ұнаған болса, лайк басып, подписаться етіп кетуді ұмытпаңыз.